Assalamualaikum. Şekili eldi mekeninin тұрғындары. Осыдан бір 35 жыл бұрын сол елді мекенде балалар музыка мектебінде директорлық қызмет атқардым. Сол уақытта халқының кішіпейіл, еңбекқор екендігін танып білдім. Сөйтіп көрші бөлем, жолдас жора тауып, сол жерлерде біте қайнасып, елмен бірге біте қайнасып кеттім. Бірде сол көршім Қалымбетов Әуесхан ағай таңертең бір жолығып, Мұрат, кешкілік қолың бос болса, саған жолығып кетсем ба деп едім, жұмыстан кейін деп. Сонымен кешкілік ағай бір бума қағазыменен қолжазбаларымен келіп кетті. Сөйтсем, ағайдың ақындығы бар екен, біраз өлеңдерін оқып, біраз әңгіме айтып сөйтті. Ол уақыттарда оқу бітіргеннен кейін Шымкент облысы Шәуілдір деген ауданда мұғалімдік алғашқы жолын бастаған екен. Сол уақыттарда атақты композитор Шәмші Қалдаяқов сол Шәуілдір ауданында дүниеге келген. Сөйтіп сол кісілермен танысып, дастархандас болған екен. Сөйтіп бір күні Шәмші ағамыз ғарыш жағасында деген әнім дүниеге келді деп жаңағы ағайға айтады екен. Сол уақытта ағайдың бір ұлы дүниеге келген екен. Сонан Шәмшіден, ай шәке, бұл атын кім деп қоямыз? Дүниеге ұл келді деп. Онда Арысбек деп қой атын деп. Сөйтіп Арысбек деген ағайдың бір ұлын қояды екен атын. Қолжазбаларының ішіндегі көптеген дүниелерді оқып, Мұрат, мынау елді мекенде ән жоқ. Елді мекенге арналған ән жоқ. Сен ән жазып жүрсің. Біраз әндеріңді тыңдадым. Соның ішінде Шіркейліге арнап бір ән жазсаң қайтеді. Сөзін алып келіп едім, оқып берейін деп, сол Шіркейлі туралы ән оқыды. Сөйтіп, маған әннің жазбалары ұнады, жаңа сөзін алып қалдым. Бір 2-3 аптадан кейін барып, Шіркейлі туралы ән дүниеге келді. Сөйтіп, сол жерлердегі ұстаздарға, оқушыларға, мәдениет бөлімінде сөйтіп әнді таратып, сөйтіп өзінің халқы арасына тарап кетті. Шіркейлі туралы Гүлденген Шіркейлім деген ән. Ол ағайдың еңбегі зор кісі, істеген еңбектері жария бола берсін деймін.